Енді мынау цикл аяқталды ғой. Келесі ойын бәрібір жолдастық ойын, ол жақта қатты бір күтім болмай қойсын деп қазірден бастап жанкүйерлер бір дайындай берсек болатын шығар. Мынау ресми түрде аяқталып отыр. Келесі іріктеу кезеңінде бәріміз Талғат Марауалы Байсофиновты көргіміз келеді шығар, мына жақта отырғандар, Бұл қазір алып тастау бапкердің жұмысы нәтижемен есептеледі ғой, белгіленеді. Енді ол кісі келді, үш ойында 5 ұпай алды. Оны қалай алып тастайды? Қалады деп ойлаймын, 100%. Қалу керек енді, халық мынандай қолдаудан кейін. Қазір ол кісіні алып тастау да рискован ғой, шулап кетеді ғой халық. Әлбетте, және бір мәнсіз болып тұр ғой енді. Нәтиже беріп тұр, ол тек қандай жанкүйердің қолдауы үшін ғана емес, кәдімгідей өзі де нәтиже көрсетіп жатыр, соның арқасында жанкүйердің де қолдауы. Басқа бапкер әкеудің бір ғана жолы Талғат Марауалы Байсофинов өз еркімен халықтың алдына шығып, мен кетемін, мен 3 матчқа келемін деп айтса ғана сол кезде нормально болып кетеді ары қарай. Ұлттық құрама деген кезде дайынмын деп отыр ма Талғат Марауалы? Жоқ, жаңағы бір вариантын айтып жатырмын да, егер прям бір келу керек болып дегенде тегін істеуге дайынмын деді ғой ол кісі. Бірақ енді Талғат аға айлықты келісіп алыңыз. Мен сияқты екен ғой Талғат Марауалы, Мен Талғат Марауалы сияқты. Біз сияқты. Мен ойымды айтпай қойын, өйткені мен ол салада жүрмін. Қай сала ғой? Тренерский салада жүрмін. Әлбетте. Айлығын келісіп алыңыз деп әзілдеп айтып жатқаным. Мынандай нәтижеден кейін дейсіз ғой. Қандай айлыққа да лайықтысыз? Керемет.